Құрметті қала тұрғындары, кеше әлеуметтік желіде Нұрсай ықшам ауданы Бенон мектеп жанындағы Тұяқбай Шамилов көшесінің бір шақырымына 10 миллиард 152 миллион 790 мың теңге жұмсалады деген ақпарат тарап, тұрғындар наразылығын тудырған болатын. Мен Қабдығали Қуанышбек Қылышбайұлы, қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімінің бас маманы, осы жұмыстар барысында қандай бағыттарға жұмсалатындығы бойынша түсіндіре кететін боламын. Бұл аумақ бұрын қаланың сырты болғандықтан, сол кезде орнатылған Атырау облысының аудандарына электр тоғы қамтитын жоғары кернеулі 110 киловаттық тоқ желісі жұмыс істеп тұр. Енді қаланың бас жоспарына сәйкес сол аумақтағы әлеуметтік нысандар бой көтеріп келе жатыр. Соған байланысты заң талаптарына сәйкес жоғары кернеулі 110-ті көрсеткен тоқ желісінің жер астымен өткізу бойынша шешім шығарып, жобамыз мемлекеттік сараптаудан өткіздік. Енді бұл жерде бөлінген суманың басым бөлігі, яғни 7 миллиард теңгеден астам қаражат тоқ желісінің жер астымен жүргізу жұмсалады. Бұл шешім қала тұрғындарының қауіпсіздігіне байланысты қабылданған шешім бар. Бұл полностью 24 километр бар. Сол үшін бұл қаражат кішкене көптеу переустройствоға кетіп қалыптыр. Қалған сума аталған көшенің 1 шақырым 100 метр жері жалпы 4 жолақты болады деп жатырмыз. Автокөлік жолы, оның ішінде жаяу жүргінші жолын салу, велодорожка салу, заманауи жаңа жылы аялдамалар салу, Бенон мектебінің қасынан автотұрақ салу, жаңа көше жарықтарын орнату, жол жиегіне арықтар салу жұмыстары жоспарланып отыр. Бұл жұмыстарды мердігер мекеме Кассервис Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарып жатыр. Құрылыс жұмыстарын аяқтау 2025 жылға жоспарланған.